Бүгін тағы да қызық басталады. Батылда Бека Бұйрабас пен Арман кімнің әзілдері күшті екенін соңына дейін көріп, пікірге жазып кет. Папа, ау қызым не болды? Папа, бізде скоро выпускной вечер болады. Я қызым, не керек? Ақша керек па выпускной вечерге? Я папа, соған выпускной вечерге маған маникюр жасату керек, педикюр жасату керек, шугаринг жасату керек, сосын гүл керек. Болды қызым, берем. Маникюріңе 20 мың, педикюрің 20 мың. Ақшадан уайымдама. Анау выпускной вечерге 300 мың теңге өзіңнің атыңа мен берем. Сосын макияжға керек маған 350 мың. Конечно, қызым. Әкең тұрғанда бар емес пе? Қызым, іштеңен уайымдама. Әкең осы кейін бәрін берем. Папа, қалайсыз? Не болды бала? Айта бер, тез айтшы. Шешесіне тартып кеткен ишак нағашылардан тартқан. Не? Выпускной вечер болатын еді, папа соған гулянкаға машина керек еді, ақша, костюм шалбар алайын деп едім. Құрып кетше бар мен еще бітірдім ба 11-ді? Клиника аттестатын тоған 3 нахуй саған біле, гулянка. Папа, гелик жалдағымыз келіп отыр. Чертамина гелике. Лучшие друзья меня велике дейді. Все, давай, кет нахуй. Асырап алғансыңдар мені. Официант? Я? Официант болсаңыз, не істеп тұрсыз? Бізде қаладағы ең дәмді суши. Қайсын таңдайсыз? Кішкене ауыр тұрасыз ба? Маған просто кола бере саласыз ба? Жақсы. Махаббатпен пісірілген ыстық пицца. Пицца? Мощный, сочный біздің сушиларымыз. Барлығын өзім пісірдім. Нағыз қатын болатын қызбын ғой. Мен бұлар заказ берген жоқпын ғой? Бұның барлығы сізге тегін. Бізде бүгін махаббат күні. Тегін ба? Мәссаған. Алло, жаным, срочно май сатуға кел. Маяқты ойаш, тегін суши пицца беріп жатыр ғой. Иә. Сіздің қызыңыз бар ма не? Иә, қызым бар, күтіп отырмын қызымды. Неге алып жатсыз жаңа? Тегін еді ғой, махаббат күні еді ғой. Бітті махаббат күні. Өзі 4990 теңге тұратын мадрид сеті. Соны төлеңіз. Жүрегімді жаралап. Баяғыдай сені сүйгім келеді баяғыдай. Балам, ана келін мен жайлы бір жақсы сөз айта ма өзі? Келініңіз сіз жайлы ма, мама? Негізі, иә. Неменеге ол мама менің заттарымды алып жүр? Мен жуатқа жоқпын батысты. Жаныма келіп алып, маған сөйлеп отыр. Нервімді көтеріп, мен көтермеймін ондай нервтерді. Жоқ, тіпті ен емес, кен екен. Мен шын айтайын бар ғой. Асқа мен шыдап жүрмін мені. Жай құрсын, мама естіп қалады. Қумаш, нормально емес па? Жайлап үйреніп кетесің. Қой, мен шыдай алмайды екен құрсын. Нервімді отпасын, тіпті бар емес па? Иә, мама, сіз жайлы ой айтады. Мама дейтін күшті керемет жан ғой, тіпті бұнда ене қалай бұйырған деп. Қайшай солған шықсы деп айтама? Құрсыншы, жарайды. Жаным осы ене мен жайлы жақсы сөз айтама? Иә, айтады ғой. Енді ой, мына келінде құт береке жоқ құрсын. Келгелі қорақ бадық құрсын. Жұмыссыз қалдық қой. Адам дертте өлтіреді, мынау ертең ажырастырады. Мама тыныш естік қалады ғой, қойсаңшы. Естсе емессің тіпті. Адас шай жуып атқан жоқ. Ана құдағиларды күтіп атқан құрсын оңбаған қатын бұл. Иә, конечно, сен жайлы жақсы сөз айтады. Ой, айтады, ой, мен келінім дейді да. Бұнда келін бұйырмапты, ешкімге маған ғана бұйырыпты. Тіл көзден сақтасын деп жатыр әйтеуір. Точно сүй деп айтама? Өлмеймін, өмір жамандап ататын сияқты еді ғой. Құдай сақтады құрсын. Екі оттың ортасында қалдық қой тіпті. Өтірікші болатын болды осылардың арасында. Сайбал. Мама, біздің мына холодильник істемейтін сияқты. Сіздің үйіңізде холодильникте продуктлар толып тұршы ғой, бізде дым жоқ. Оны сатып алу керек па? Ой. Еще стиралкамыз да істемей тұр. Үстіне киімді қойсам, өзі жуылып, өзі ілінбей тұр, мама. Сіздерде сондай еді ғой? Оны өзіміз жуу керекпіз бе? Мама, еще табамыздың ішінде тамақ жоқ. Сіздерде всегда тамақ бар еді ғой? Онда өзіміз істеу керекпіз бе? Ой, онда сен тамақ істесеш? Мен істей алмаймын ғой. Давай онда ютубтан қарап істейміз. Ютубта бұндай емес еді ғой. Давай лучше жас донор заказ берейік, ойлаш, донорлар 1000 теңгеден. Қандай дәмді. Айтпас, қазым ашып кетті кәдімгідей. Мама, сосын бар ғой, светке, суға, газға төлеңдер деп жатыр. Разве тегін емес па не? Төлеу керек па? Жарайды, мам, төлейміз. Бөлік шыққа қандай қиын. Сен бала темек шегіп жүрсің бе не? Жоқ. Әлде сен ана электронный одноразка дегендер шегіп жүрсің бе әлде? Жоқ. Айкүш шегіп жүрсің бе онда? Жоқ. На свой атып жүрсің ғой сен бала, я? Жоқ. Күшен ұсатып жүрсің ғой сен? Жоқ. Пиво ішіп жүрсің бе әлде? Жоқ. Қыздарға барып жүрсің бе? Жоқ. Бір косяк жасамайсың ба сен сонда? Мен папа болып ұрыспайын ба бір саған? Уже сондай роль болған жоқ па бізде уже? Жоқ. Әлде ана сабақты дұрыс оқымай жүрсің ба? Екіге оқып жүрсің ба сен? Жоқ. Папа, қуасың ба? Мен істемеймін ғой наху. Ой, бля, сен іште екенсің ғой. Наху? Сен боқтап жүрсің ғой, яппа шамайт? Ременді алып кел қазір. Папа, кесек. Берге яппа шамайттың баласы. Мына қыз қайда жүр? Қалада пробкамен жүргенше атпен келе салдым. Привет. Марсель деген сен бе? Иә, мен өзім осы қаладан болам. Сен қай жақтыкысың? Мен ауылдан. Ауылдан?
таныс қой, мынау менің итім Алабай. Мынаның атында Алабай деп қойып жүрсің ба? Мынауың мен мысығымнан таяқ жеп қалады ғой, екеуін бірде-бір төбелестірейік па? Сен мен Алабайым травмировать етіп жатсың, қой айтып айтып па. Ай, сен немен айналысасың? Сол ауылда ауыл шаруашылығымен айналысам, ал сенші? Мен контент креатормын, Инстаграм, ТикТокқа контент түсіремін. Расында ауылдық интернет не екенін білмейтін шығарсыздар. Жоқ, білем. Менде 1 миллион подписчик бар ғой. Мен блогермін ғой. Ауылдағыларды отсталый деп ойлайсыңдар, иә? Еще мен ауыл партиясының мүшесімін. Ауыл партиясымен ауылды гүлдендіріп жатырмыз. Мәссагын. Давай онда келесі жылы ауылда свидание жасайық. Пока! Капец, ауыртып жібердің қолымды. Пап, мам, мен балалармен демалып Таиландқа кетіп баратырмын. Оттамай шешеңсі. Қазақстанда не қыдыратын жер құрып қалды ма? Апа, енді шетелге де шыққымыз келіп отыр ғой, пап. Ошын мен баратын болдым. Жындысың ба? Ана жақта анандайлар бар ғой, білесің ба? Ойлай әйтеуір. Ертең келіп тұрма, сондаймен жатып қалдым деп. Ой, папа, оны уайымдама құрсын. Ошын, мама, пап, бата бересіңдер ба? О жерге бата беретін жер емес сияқты ғой, балам. Соны айтам, шешеңді салайын. Ошын, кетсең кете. Әйтеуір аман келе. Құдай сақтасын, бір жатпа бір жерде құлдықта әйтеуір. Ошын, давайте онда, пап, мам. Мына бала телефон алмайды ғой, қатыне. 2 ай болды ғой. Сөйлестіп құрсын, келем деп жатыр. Уайымдама құрсын, жұмыс тауып алыпты ғой, Таиландтан кішкене тиын тауып жатыр. Жұмыс тауып алыпты Таиландтан? Мен ойлаған жұмыс болмаса болар әйтеуір. Тезек келсін де шешеңді сан. Үйленбей ма? Қатын алмай ма? Мам, пап, я пришла. Қызым, сен шатасып кеттің ау. Біздің үйде қыз жоқ қой, мен қызым жоқ. Мына шатаспаған сияқты. Папа, мен ғой Асылбек. Қазіргі атым менің Акося. Шешең түсілай баласы мынау. Мынау yappa жамайды Асылым. Шешең сықан мылтықпен ат тастаймын. Сәлем, сұлу қыз. Суретте түрің мүлдем басқа ғой. Ол бұрын 5 жыл бұрын соғыста салынған сурет қой. Қазір кішкене әбіржіп кетіпсіз. Ал сен жұрт айтқаннан да әдемі екенсің. Кеттік па? Өзің айында қанша табасың? Шүкір, айына 10 жылқы, 5 сиыр, 20 қой табам. Маған кем дегенде айына 100 жылқы табатын жігіт керек. Талабының зорынай мынаның. Қараш, қалай шықты? Қалай салғасын, дұрыстап салшы. Қой шей болды, мен суретші емеспін ғой, батырмын ғой мен. Сен өзің қай жылғы боласың? 1799. Бірақ жас көрінеді екенсің. Бұл жердің тамақтары қандай дәмді? Қымыз іш. Мұна абадан алашын тамақтар керемет. Біз батырлармен соғыстан кейін ылғи осы жерге тамақ ішеміз ғой. Бұл жерді не үшін абадан деп атаған? Абадан деген ең мықты көш бастайтын қасқырларды айтады ғой. Мен сияқты. Өзіңізге көп алады екенсіз. Айтпақшы, киіз үй өзіңіздікі ме әлде жалға алып тұрасыз ба? Әрине өзімдікі. Осы жол бір соғысқа барсам тағы да бір киіз үй аламын бұйыртса. Дәмді болды. Айтпақшы, сен өзің нешедесің? Мен ба? 17-демін. 17? Елдер 13-те отау иесі болып жүр ғой. Демек сен бірдеңең дұрыс емес. Шал! Мен де кәрі қасқыр болыппын ғой, бүгін таңға дейін қымыз ішем, Кім жеңді, біз емес, сен шешесің пікірде соғысты бастай беріңдер. Лайк басып, арнаға тіркелсең келесі батыл тіпті қызық болады.